Барлықтарыңызға сәлем. Менің аты жөнім Назерке Серікболқызы. Мен Алиса Айнаның арғы бетінде фильмінде Алиса персонажын дыбыстадым. Не болып қалды? Қалпақшы. Қалпақшы менің досым. Көмек қажет болса аянбаймын. Уақытпен тайталасқа түсесің. Бұл фильм өте қызықты және фантастикаға құрылған. Басқа фильмдерден ерекшелігі бұл жерде біз қиял әлеміне саяхат шегеміз сіздермен бірге. Уақытты ойнату, уақыттың қалай сезінеміз. Осы фильмді мен аударып шыққаннан кейін, сценариймен танысып шыққаннан кейін мен өзім уақытты сезінгендей болдым да. Ол Дисней ұсынған мынау Алисаның басынан кешкен хикаясы туралы фильмде мен ұлы мәртебелі уақыттың образын дыбыстадым. Жер астындағылар. Уақыт бітті. Өзімнің кейіпкерімнің бір сөзі бар, Алисаға айтады. Сен уақыттан ешқайда қашып құтыла алмайсың. Уақыттан қашып кетем деп ойлама. Ол бәрібір сені қуып жетеді және саған өз дегенін істетеді дейді. Мен бұл фильмде Тарант деген кейіпкер, сол есі бар, ессіз қалпақшы десек те болады, сол кейіпкерді дыбыстаймын. Бұл өте қиын кейіпкер, қиын болғанымен өте қызықты. Маған өте қиынға соқты, өйткені оның өте құбылмалы мінез құлқы. Кейде бір қайдағы жоқты ойларды айтады, кейде ойсыз сөздерді айтады, кейде ойы бар сөздерді, бірақ өте жеңіл айтады. Жеңіл айтқанның, бірақ астарында бір өте терең мәндер бар. Сәлем, Алиса. Менің дыбыстаған кейіпкерім Қызыл Ханшайым. Есімі Ирацибетті. Ах, Алиса, үнемі мазасызсың өзімшіл. Қас күнем неме? Ирацибетті өзі сондай бір ерекше кейіпкер, эмоционалды, өзінің сондай жұмыс барысында айғайлайтын жерлер өте көп. Құлағын кес, көзін ойып ал, бәрінің басын шауып таста деген сияқты. Мықтап ұстаңдар! Ұстағым келмейді. Менің есімім Каршалова Сәнді. Бұл фильмде мен Ақ патшайым Мирананың дауысын дыбыстадым. Жалпы бұл рөлді Энн Хэтэуэй ойнайды. Сондай қиялы, өзінің бөлек әлемінде ұшып қонып жүретін сондай образ, сондай персонаж. Дауысында өте бір жеңілдік болу керек болды. Сонымен дыбыстаған кезде бір қызық дыбыстарды қосып, образды көбірек ашуға тырыстым. Өз басыма бұл персонажды дыбыстаған оңайға түскен жоқ. Себебі фильм фантастикалық болғандықтан, ол жерде өте көп эмоциялар. Алисаның әрбір бастан қадамы жаңа бір шиеленіскен оқиға, жаңа бір жаңалықтар десек те болады. Сондықтан өте эмоциональды роль. Мен оның барлығын қазақ тілінде дәл сол эмоцияларды дәл солай жеткізуге тырыстым. Біз көрермендердің көңілінен шықсын деп осындай бір үлкен нәрсе жасадық. Сіздерге осыны ұсынамыз.